Сәлем, болашақ магистрант. Менің есімім Ернұр. Информатика оқыту әдістемесінің бүгін магистратура тестінде келетін сұрақтарды талдайтын боламыз. Бірінші тапсырма: информатика сабағында проблемалық оқыту әдісінің негізгі мақсаты қандай делінген. Информатика сабағында жалпы оқушылармен жұмыс жасау, оны дұрыс басқару, дұрыс сабақ беру, осы сынды мәселелерді көбінесе мұғалімдер талқылайды. Енді осы бойынша информатика оқыту әдістемесінде осы сұрақ маңызды болып келеді. Енді информатика сабағында проблемалық оқыту дегеніміз бұл қандай да бір деңгей бойынша жұмыс жасау болуы мүмкін. Сондықтан жауап нұсқаларын байқап көрейік. Ең алдымен оқушыларға дайын білімді беру депті бұл жерде. Оқушыларға дайын білімді беру. Қандай да бір жүйені көріп тұрған жоқпыз, қандай да бір мақсатты оқыту жүйесін көріп тұрған жоқпыз. Енді оқушыларды өз бетімен мәселе шешуге үйрету дейді. Оқушыларды мүмкін осы болуы мүмкін, келесі тақырыпты жаттап алуды талап ету. Бұл жерде бұл енді міндетті түрде жасау керек болғандықтан оқушы үшін қиын болады. Сондықтан бұл жауап нұсқасын таңдай алмаймыз. Мұғалімнің рөлін арттыру дейді. Мұғалімнің рөлін арттыру артқан жағдайдың өзінде, мысалға мәселесі бар оқушылармен жұмыс жасау қиынға соғады. Сондықтан таңдай алмаймыз. Тек практикалық дағдыларды қалыптастыру дейді. Тек практикалық дағдыларды қалыптастырған жағдайда бізде теориялық бөлімдер ақсап қалады. Сол себепті бұл маңызды тақырыптар. Енді оқушыларға дайын білімді беру, бұл да мәселелер оқытудың ішіне кіруі мүмкін. Енді бұл жердегі негізгі жауаптың бірі оқушыларды өз бетімен мәселе шешуге үйрету. Яғни проблемалық оқытудың негізгі мақсаты осы болып саналады. Кеттік. Келесі сұрақ: алгоритмдік ойлауды дамытуға ең тиімді тапсырма түрі қайсысы дейді. Алгоритмдік ойлауды дамыту үшін бізге деңгейлік тапсырмалар көбінесе дұрыс болып келеді. Яғни алгоритмдік ойлауды дамыту үшін бізге қадамдармен жұмыс жасауымыз керек және де оны дамытуымыз керек. Енді бұл жерде мәтінді көшіру дейді. Мәтінді көшіру жай ғана бізге көмектеспеуі мүмкін. Сондықтан жауап нұсқасын сызып тастаймыз. Тест орындау дейді. Мүмкін. Бұны қарастырып көрейік. Қадамдық нұсқаулықсыз есеп шығару мүмкін. Дайын кодты оқу дейді. Дайын кодты оқу. Бұл енді жатпайды деп ойлаймын. Термин жаттау. Термин жаттау бізде көбінесе оны практикалық тапсырманы орындауға көмектесе алмайды. Сондықтан да бұл жауап нұсқасында сызып тастаймыз. Енді бұл жердегі негізгі дұрыс жауаптардың бірі қадамдық нұсқаулықсыз есеп шығару болып саналады. Осы жауап нұсқасы дұрыс. Келесі: информатика сабағында саралап оқытудың басты артықшылығы қандай дейді. Үй тапсырмасының болмауы дейді. Үй тапсырмасының болмауы бұл бізде кері байланыс алудың және де оны ары қарай дамытудың бізге кері әсерін тигізеді. Сондықтан да бұл жауап нұсқасын таңдай алмаймыз. Барлық оқушыларға бірдей тапсырма беру дейді. Барлық оқушыларға бірдей тапсырма бере алмаймыз, себебі берген жағдайдың өзінде орындалады, немесе әр оқушының өзінің жеке индивидуальный подход дейді, мысалға жеке бір жүйені құруымыз керек. Ары қарай әр оқушының жеке деңгейіне сәйкес тапсырма беру мүмкін. Сабақ уақытын қысқарту дейді. Сабақ уақытын қысқартқан жағдайда бізде ол саралап оқытуға жатпайды. Теориялық білімді азайту дейді. Теориялық білімді азайту, енді теориялық білімді азайтқан жағдайдың өзінде бізге тақырып түсініксіз болады. Яғни көп практика болған жағдайдың өзінде теория ақсаңдап қалады. Сондықтан да бұл жауап нұсқасында қарастыра алмаймыз. Енді саралап оқытудың басты артықшылығы бұл бізде әр оқушының жеке деңгейіне сәйкес тапсырма беру болып саналады. Яғни осы жауап нұсқасы дұрыс болып саналады. Келесі төртінші сұрақта: қолданбалы бағдарламалармен, оның ішінде Excel, Scratch, Python жұмыс істеуде құзыреттілікті қалай бағалау тиімді дейді. Бірінші нұсқа тек ауызша сұрау арқылы дейді. Ауызша сұрау бізде бұл жерде енді оның жұмыс істеу құзыреттілігін бағалай алмаймыз. Келесі тақырып бойынша эссе жаздыру дейді. Эссе жаздыру енді мүмкін, бірақ та ол туралы ақпарат аламыз және теориялық білім болып саналады. Практикалық тапсырмаларды орындау дейді. Практикалық тапсырмаларды орындау арқылы терминдер жаттау мүмкін. Теорияны ғана сұрау дейді. Теорияны ғана сұрау. Бұл жерде енді теорияны сұраған жағдайдың өзінде бізде практикалық бөлімді мүмкін білмеуі мүмкін. Сондықтан да бұл жердегі дұрыс жауап бізде практикалық тапсырмалар орындау арқылы, яғни практикалық тапсырмалар орындау арқылы біз оның құзыреттілігін анықтай аламыз. Келесі 5-ші тапсырма: информатика сабағында рефлексия кезеңінің мақсаты дейді.
яғни рефлексия бұл бізде яғни кері байланыс, бізге өзін бағалау және де өзінің түсінген мәліметтерін айту және де осы сіздің сабағыңызға беретін нәрсені түсіндіру. Үй тапсырмасын жаздыру дейді. Оқушылардың алған білімін талдап өзін өзі бағалауға мүмкіндік беру. Жаңа тақырыпты түсіндіру дейді. Яғни рефлексия кезеңінің мақсаты бұл жерде жаңа тақырыпты түсіндіру деп санамаймын. Баға қою, тест орындау дейді. Тест орындау. Тест орындаған өзінде бізде мысалға қате жауаптардың өзі дұрыс болып кетуі мүмкін, яғни білмей тұрып та белгілеген өзінде. Сондықтан да рефлексияны алу қиын, яғни оқушылардың алған білімін талдап өзін өзі бағалауға мүмкіндік беру. Яғни осы жердегі дұрыс жауап бізде осы болып саналады. Яғни информатика оқыту әдістемесінде бізде информатиканы жай ғана оқыту емес, оның ішінде әдіс тәсілдер педагогикамен байланысты болғандықтан осы бөлімдерге мән беріңіздер, алдағы уақытта тесттерге сұрақтармен дайындалыңыздар. Осы сұрақтарды талдап, жалпы осының жобасын біліп отыратын болсаңыздар, алдағы уақытта магистратура тестінде емін-еркін жасай аласыздар. Енді магистратура тестіне жақсы дайындалғыңыз келсе, яғни информатика оқыту әдістемесі бар, бағдарламалау курсы бойынша, оның ішінде басқа да қосымша тапсырмалар бар, сол арқылы дайындалғыларыңыз келсе, онда сіздерді өзімнің авторлық курсыма шақырғым келеді. Яғни бұл жерде сіздерге арналған магистратура тестіне келетін сұрақтар жүйесі бар, нұсқа талдаулар бар, және де деңгей бойынша тапсырмалар. Одан кейін информатика оқыту әдістемесі, бағдарламалау пәндері бойынша видео сабақтар, соған сәйкес тест тапсырмалар бар. Осы курс арқылы дайындалатын болсаңыздар, алдағы уақытта жақсы нәтиже көрсететіндеріңізге сенімдімін. Оның ішінде ағылшын және де ТГО пәндері де қосылатын болады. Арнайы платформада өтеді курс. Енді келесі тест тапсыратын уақыт бізде жаз уақыты, яғни сіздерде әлі 5 айдай уақыт бар. Сондықтан да осы арнаға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта қосымша сабақтар және де нұсқа талдаулар болады. Осы Instagram парақшаны белгілеп кетемін мына жерге. Осы Instagram парақшасына жаза аласыздар және де WhatsApp номерге курс жайлы ақпаратты біле аласыздар. Жалпы осы курсты және видео сабақты қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта жаңа видео сабақтарды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп алыңыздар, лайк басып өтіңіздер және де өздеріңізге маңызды сұрақтарды комментарийға жазып өтіңіздер және де келіспейтін жауаптарыңыз болса осы жерге жазып өтсеңіздер болады. Келесі кездескенше, болашақ магистрант, сау болыңыз.